18 қаңтарға арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, бүгінгі күн жақсылап тынығып, демалу үшін барынша қолайлы. Егер жұмыс арасында үзіліс жасап тынығып алуға мүмкіндік болып жатса, дәл солай жасауға кеңес береміз. Егер де демалуға да, үзіліс жасауға да мүмкіндік болмай жатса, тек жалғыз өзіңіз әрекет етіп көріңіз. Жалғыз өзіңіз әрекет етсеңіз, нәтижеге жылдам қол жеткізесіз. Бүгінгі күні келіп түскен кез келген ақпаратты жіті тексеріп алуға кеңес береміз. Себебі кейбір ақпараттар жалған болып шығуы мүмкін. Айналаңызда не болып жатса да қорытынды жасауға асықпаңыз. Адамдар жайлы алғашқы әсерлер жалған болып шығуы ықтимал. Барлық жағдайдың анығына жету үшін уақыттың қажет екенін естен шығармаңыз. Торпақ, көптеген оқиғаларға толы күрделі күн болмақ. Бүгінгі күні өзіңізге қарсы адамдарға да қарсы әрекет етіп, оларды жеңуге мүмкіндігіңіз болады. Басқалары беріліп жатқан жерде сіз жақсы нәтижелерге қол жеткізе аласыз, себебі сіз қиындықтардан қорықпайсыз және тәжірибелер жасауға дайынсыз. Сізді ойлағаныңыздан қайтару мүмкін емес. Бүгінгі күн тұрмыстық техниканы сатып алуға және тағы да басқа пайдалы заттарды сатып алуға қолайлы. Сіз қажетті затты сатып алып, артық шығынға ұрынбайсыз. Күннің соңына қарай отбасылық бизнестің дамуына немесе тағы да басқа ортақ жобаларға қатысты жаңа идеяларыңыз пайда болады. Егіздер, сәттілікке жету үшін бар күшіңізді салып бағуыңыз керек. Барлық нәрсе бірден бола салмайды. Егер де табандылық таныта білсеңіз, міндетті түрде дегеніңізге қол жеткізесіз. Бүгінгі күні орын алатын жағдайлар сізге көп нәрселерді үйретіп, ұзақ уақыт бас қатырған проблемаларға басқаша көзқараспен қарауға мүмкіндік береді. Дұрыс тұжырымдар жасай біліңіз. Сонда ғана қателіктерден өзіңізді сақтап, мақсатыңызға барар тура жолды табасыз. Достарыңызбен және тағы да басқа жақын қарым-қатынастардағы адамдармен кейбір кикілжіңдерді басып, қарым-қатынастарыңызды жақсарта аласыз. Бүгін сіз қандай қателіктер жасағаныңызды байқап, оны түзетуге тырысып бағуыңыз мүмкін. Шаян, бүгінгі күн білім алуға барынша қолайлы. Қандай шаруаны қолға алсаңыз да бүгінгі күні жылдам сәттіліктер мен тамаша нәтижелерге қол жеткізесіз. Көптеген шаруаңыз бүгінгі күні сізге жеңіл беріледі. Сізге түрлі шаруаларды оңтайлы шешуге осы уақытқа дейін жинаған тәжірибеңіз бен интуицияңыз көмектесетін болады. Жақын адамдарыңызбен сөйлесу сізді қуантады. Олар сізді қолдап, көңіліңізді көтеріп шабыттандырады. Болашаққа қатысты ортақ жоспарларды талқылау жақсы нәтиже бермек. Күннің екінші жартысына қарай жеке бюджетіңізді реттеуге мүмкіндік болады. Кірістер мен шығыстарды есептеп, алдағы уақытта сатып алатын заттарыңызды да жоспарлауыңызға болады. Арыстан, адамдармен сөйлесу үшін бүгінгі күн аса жеңіл емес. Таныс адамдарыңыз көп жағдайда сізді дұрыс түсіне бермеуі мүмкін. Сіздің кішкене ескертуіңізге бола ренжіп, сын айтып шығуы ықтимал. Алайда күрделі проблемалардың туындауы екіталай. Сіз өзіңізді барынша сабырлы күйде ұстап, өз күшіңізге ғана сеніп, көп нәрсені әзілқойлығыңыздың арқасында айналып өтесіз. Сіздің мақсаттарыңыздың орындалуына көмектесе алатын жаңа серіктестер табуға мүмкіндігіңіз бар. Бір уақытта бірнеше шаруаны атқаруға тырыспаңыз. Себебі әдеттегіден қарағанда бүгінгі күні бірнеше шаруаны бір уақытта атқару сіз үшін қиынға беріледі. Одан да барлығын кезек-кезек атқарғаныңыз жөн. Егер бір шаруаңызды кейінге қалдырып, екіншісіне секіріп жүрер болсаңыз, кейбір нәрселерді ұмытып, жағымсыздыққа душар болуыңыз мүмкін. Бикеш, үрейленбей, төзімсіз болудан аулақ болыңыз. Сіз жақсы өзгерістердің жақындап қалғанын сезетін боласыз. Бірақ та қазіргі уақытта жағдайларды асықтырмағаныңыз жөн. Жай күте білу керек. Бұл сіздің қолыңыздан келеді. Бос әңгімелесулерден аулақ болып, сіздің ашуыңызға тиетін адамдармен араласудан да сақ болыңыз. Одан да сізге жағымды әрі өмірге деген құлшынысы мол адамдармен сөйлесуге тырысыңыз. Олардың да жақсы көңіл күйі сізге беріліп, сіз де өзіңізді біршама жақсы сезініп қаласыз. Жұмысыңыз жайлы ойлануға да мүмкіндік бар. Мәнсабыңыздың дамуына септігін тигізетін және жаңа жеке шаруаңызды бастауға көмектесетін идеяларыңыздың да пайда болуы ғажап емес. Таразы, күн аса жақсы басталмауы мүмкін, алайда жағымды өзгерістердің күші сағат сайын артатын болады.
Кішкене уақыт өткеннен кейін сіз бұрындары қолға алуға жүрексінген шаруаларды қолға алатын боласыз. Бұл шаруаларыңызда алға жылжу қарқынды түрде байқалып, алғашқы жетістіктерге жылдам қол жеткізетін боласыз. Өзіңіз сағынып жүрген адамдармен сөйлесуге мүмкіндік болады. Қазіргі уақытта олармен ашық сөйлесіп, өткен уақыттағы екі жақты жағдайлар жайында да сөйлесуге мүмкіндік бар. Кейбір достық қарым-қатынастар романтикалық қарым-қатынастарға да ұласуы мүмкін. Сарышаян, жағымды күн. Егер мұқият болып, кішігірім детальдардың өзіне де үңіле білсеңіз, көп нәрсеге қол жеткізесіз. Болып жатқан жағдайлардың арқасында сіз күрделі әрі шатасып кеткен жағдайлардың бетін ашып алып, алдағы әрекеттеріңізді нақтылай алып, өзіңіздің және жақындарыңыздың өмірін жеңілдететін мүмкіндіктерге қол жеткізе аласыз. Пайдасын тигізіп, жақсы кеңестер бере алатын адамдармен сөйлесуге мүмкіндік болып жатса, бұл мүмкіндікті бос жібермеңіз. Қазіргі уақытта сіз бұрындары аса жақсы араласа қоймаған адамдармен жақсы ортақ тіл таба аласыз. Интуицияңыз оларға жақсы әсер қалдыру үшін не істеу керектігін білдіретін болады. Мерген, маңызды күн. Бұл күні орын алатын жағдайлар сіздің алдағы аптадағы өміріңізге дейін әсерін тигізеді. Бұл күннің бірінші жартысында байсалдырақ болып, шешім қабылдарда асығыстыққа жол бермей, сабырлықпен қабылдаңыз. Себебі осы қабылдайтын шешімдеріңізге көптеген нәрселер байланысты болмақ. Айналаңыздағылар әдеттегіден қарағанда сіздің шаруаларыңызға жиі басқолары мүмкін. Бұл жағдайға сабырлықпен қарауға тырысыңыз. Сәлден кейінгі уақытта жаңа шаруаларды бастауға болатын қолайлы уақыт келеді. Жаңа идеяларыңыз пайда болып, кейіннен сізге қолдау көрсеткісі келетін адамдар тартылып, ойыңыздағыны жүзеге асыруға көмегін береді. Тәуешкі, сәтті күн. Бұл күні орын алатын оқиғалар сізді барынша қуантады. Уақытыңызды жақсы өткізіп, өзіңіз үшін маңызды адамдармен сөйлесіп, соңғы уақытта уайымға салған нәрселер жөнінде ашық сөйлесуге мүмкіндік болады. Қандай да бір маңызды шешімдерді сіз қазіргі уақытта қабылдауыңыз екіталай, алайда сіз өзіңізді не болса да барынша сенімді ұстайсыз. Жұмысыңызға немесе оқуыңызға қатысты керемет идеяларыңыз пайда болуы мүмкін. Оларды жүзеге асыруды кейінге қалдырмағаныңыз жөн. Жүзеге асырудың алғашқы қадамдарын қазіргі уақытта жасай аласыз. Одақтастар мен көмекшілерді сіз ешқандай да қиындықсыз таба аласыз. Сізге қолдау көрсетуге дайын адамдардың көп екенін біле жүргейсіз. Суқойғыш, бұл күні көптеген жақсылықтар болады. Бұл күні түрлі адамдармен сөйлесіп, олармен ортақ келісімге келуге мүмкіндік болмақ. Көп жерде интуицияңыз бен тәжірибеңіз көмектеседі. Өзгелерден көмек пен кеңес сұрауға жүгінудің еш қажеті жоқ. Қиын әрі екі жақты жағдайларда дұрыс шешімдер қабылдап, қиын тапсырмаларды сәтті орындап шығуға мүмкіндік болады. Бақылай білуіңіз бен кішігірім детальдарды аңғара білуіңіз сізге бүгінгі күні жақсы көмегін береді. Осының арқасында қателіктерден аулақ болып, өзгелердің құрған тұзағына түспей, өзіңізді сақтай аласыз. Асықпауға тырысыңыз, барлығын ойланып алуға өзіңізге уақыт бергеніңіз жөн. Балықтар, жеңіл болмаса да көп нәрсені уәде ететін күн. Бүгінгі күннің барлық мүмкіндіктерін сіз оңтайлы қолданып қалуға тырысасыз. Себебі бұл күн сәттіліктерге жетуге мүмкіндік беретін көптеген мүмкіндіктер есігін ашпақ. Жағдайлар тым күрделі болып жатса да, сіз тапқырлығыңыз бен табандылығыңыздың арқасында дегеніңізге жетесіз. Ерекше адамдармен танысуға да мүмкіндік болады. Бұрындары көп жағымды пікірлер естіген адамдармен де танысуыңыз ықтимал. Өзіңіз жайында айтудан еш қысылмаңыз. Сіздің жетістіктеріңіз бен артықшылықтарыңызды неғұрлым көп білсе, соғұрлым сіз үшін жақсы болмақ. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.